Сен бір күнді интернетсіз елестете аласың ба? Ал бір айды. Ал егер интернет мүлде жоғалып кетсе ше? Қазіргі әлемде интернет тамақ пен судан кейінгі ең маңызды қажеттілікке айналды. Біз онымен жұмыс істейміз, білім аламыз, байланысамыз. Бірақ егер бір күні бүкіл интернет жоғалып кетсе не болар еді? Осы сұрақтың жауабын бірге іздейік. Интернет – бұл бүкіл әлем бойынша байланысқан серверлер мен деректер желісі. Ол бізге ақпарат алмасуға, әлеуметтік желілерді пайдалануға, банктің операцияларын жасауға мүмкіндік береді. Егер бұл жүйе бір сәтте жұмысын тоқтатса, өміріміз қалай өзгеретінін елестетіп көрейік. Қоңырау шалу мүмкін емес. WhatsApp, Telegram, Instagram ештеңе жұмыс істемейді. Тек SMS пен ескі радио байланыс жұмыс істей алады. Банктердің онлайн қызметтері істемейді. Пост-терминалдар, мобилді төлемдер барлығы тоқтайды. Тек қолма-қол ақша ғана жарамды болады. GPS пен карталар жұмыс істемейді. Google Maps, Яндекс карталары бағыт табуға қиынға соғады. Көлік жүргізушілері мен жаяу жүргізушілер бағытсыз қалады. Әлеуметтік желілер жоғалады. Facebook, TikTok, YouTube ештеңе жұмыс істемейді. Адамдар ақпарат пен көңіл көтерудің негізгі көзі ретінде әлеуметтік желілерді пайдаланғандықтан бұл үлкен стресске әкеледі. Бірнеше сағаттан кейін жаңалықтар жоғалады. Теледидар мен радио ғана ақпарат таратады. Бірақ әлеуметтік желілер арқылы ақпарат алу қиындайды. Жұмыс пен оқу тоқтайды. Көптеген мамандар интернетке тәуелді болғандықтан кеңселер жабылып, онлайн сабақтар мүмкін болмайды. Биржалар мен экономикалық дағдарыс. Қаржы нарығы күйрейді, себебі биржалар онлайн жұмыс істейді. Қоғамдық көліктер мен әуежайлар тоқтап қалады. Көлік қозғалысын реттеу, әуежайларда рейстерді басқару интернетсіз қиынға соғады. Бірнеше күннен кейін азық-түлік тапшылығы басталады. Логистика мен тапсырыстарды қадағалау мүмкін болмағандықтан супермаркеттерде тауар тапшылығы пайда болады. Медициналық қызметтер қиындайды. Ауруханалар интернетсіз жұмыс істеуге мәжбүр. Электронды жазбалар, рецепттер барлығы жоғалады. Қауіпсіздік мәселелері күшейеді. Полиция, өрт сөндіру, жедел жәрдем қызметкерлері жұмысында кідірістер пайда болады. Туризм саласы күйрейді. Туристер онлайн брондау жасай алмайды. Бағыттарын табу қиынға соғады. Бірнеше аптадан кейін банк жүйелері толық тоқтайды. Адамдар банктегі шоттарына кіре алмай, ақшаларына қол жеткізе алмайды. Көптеген компаниялар жабылады. IT саласы, онлайн сауда, цифрлық қызметтер тоқтайды. Нәтижесінде миллиондаған адам жұмыссыз қалады. Үкіметтерде дағдарыс басталады. Ақпарат алмасу мен басқару процестері қиындайды. Елдер арасында қарым-қатынас әлсірейді. Интернетсіз өмір сүру мүмкін бе? Бұрын адамдар интернетсіз өмір сүрді. Бірақ қазір бүкіл жүйеміз оған тәуелді. Егер осындай жағдай болса, бізге не істеу керек? Балама байланыс жүйелері, радио, спутниктегі байланыс, қысқа толқынды хабарламалар. Қолма-қол ақша сақтау, себебі онлайн төлемдер жұмыс істемейді. Қағаз карталар мен бағыттар, GPS-сіз жол табу үшін. Кітаптар мен жазбалар, білім алу үшін интернетке тәуелді болмау. Азық-түлік қоры, логистика қиындағандықтан алдын ала дайын болу керек. Интернет заманауи өркениеттің маңызды бөлігі. Ол бізге шексіз мүмкіндіктер береді, бірақ сонымен бірге бізді оған тәуелді етеді. Егер интернет жоғалып кетсе, бұл біздің өмірімізді түбегейлі өзгертер еді. Бірақ біз осындай жағдайға дайын болуымыз керек. Ал сен интернетсіз өмір сүре аласың ба?